Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Мен Жангелді Қисықұлы Бөкенов атындағы Қарағанды банк колледжінің мемлекеттік және шетел тілдері кафедрасының арнайы пән оқытушысы Тұңғышбаева Ұлтай Жарылқасынова боламын. Менің әдістемелік әзірлемемнің тақырыбы мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу. Бұл әдістемелік әзірлеме оқу бағдарламасы негізінде жасалынған. Осы әдістемелік әзірлеме мекемелерде, кәсіпорындарда, ұйымдарда іс қағаздарын жүргізу мен ұйымдастыру тәртібін реттейтін қолданыстағы заң мен нормативті құқықтық актілер негізінде әзірленген. Әдістемелік әзірлемемнің мақсаты студенттерге іс қағаздарын қазақша жүргізудің дербес ғылым екендігін таныту, іс қағаздарын жүргізудің тарих, саясаттану, архив ісі, тіл білімі, педагогика сияқты ғылым салаларымен байланысын көрсету. Сонымен қатар іс қағаздарының түрлері, оларға қойылатын талаптар, олардың безендірілуі мен лексикасы сияқты ерекшеліктермен таныстыру. Күнделікті өмірде кездесетін әртүрлі іс қағаздарын сауатты жазып, сапалы жүргізуге үйрету. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу әдістемелік әзірлемемде студент оқу барысында іс жүргізу саласында теориялық және тәжірибелік білімін жетілдіруге міндетті. Іс қағаздарын оқыту барысында оқулықты қолдану кезінде оның мақсат мазмұнына, деректемелеріне, құрылымына және ұйымдастырушылық, өкімдік, ақпараттық анықтамалық құжаттардың ресімделуі туралы көптеген мәліметтерді біле алады. Құжат түрлерін меңгеріп, олардың іс қағаздар ішіндегі орнын ажырата біледі. Олардың ерекшеліктерін сапалы түсінік жасап, құжатты сауатты толтыра алады. Құжаттардың анықтамасына тоқталып, олардың үлгілері бойынша жаттығулар мен тапсырмаларды орындайды. Студенттер іс қағаздарын мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша түрде жүргізе білуге және оның сөйлеу мәдениетін үйреніп, сөздік қорын дамыта алады. Құжат деректемелерінің орналасу схемасы бойынша тәжірибелік жұмыс барысында құжат үлгілерін тақырып деректемелері бойынша ресімдеу. Сонымен қатар құжаттарды құрастыру үшін оның құрылымын және оның орналасу тәртібін білуі керек. Оқулықты студенттер білім деңгейін жетілдіруде және тәжірибеде толық пайдалана алады. Осы мақсатта жазылған бұл оқулық барлық мамандық бойынша білім алатын студенттерге бірден-бір көмекші құрал болады деп есептеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.